Sizlerге de құтты болсын. Жастар орталығының атынан сіздерге сыйлық. Сіздерді жас отбасымыз. Жас отбасы деп сіздерден ырымдап бата алайық, сіздер сияқты болайық деп. Şükür. Қазақ сұрай берсе барын бөлек болады дегендей осылай енді шүкір. Бүгінгі енді бұл көп халықта жоқ. Мұсылман халқында оның ішінде қазақта осы дәстүр жақсы. Наурыз айы кең мейрамдайтын шаңырақ дейді, кеше көрісу дүниесі болды енді алғашқы. Тек көрісуге нәсіп етсін, елімізге ең бірінші тыныштық болып, ауызбіршілік болып, мына сендерге шаңырақ көтеріп жатсыңдар. Ол енді табиғаттың несі, адам дүние келгесін өзінің несін іздеп, екіншіне тауып, биік үй болу керек. Болғасын бір дүниеде ең үлкен байлық білесіңдер ме не екенін? Не байлық? Ең үлкен байлық отбасы, бала шаға. Дұрыс айтасың. Бұдан артық байлық жоқ. Бәрі қалады. Сондықтан бір несі, негізгісі бұл келерің бала болсын. Менің есімім Аманжол болады. Жеңгелерім Клара Сатаева өмір бойы мұғалім. Қазір неместе шет ел нелерін бітіріп Алматыдан. Одан мен өмір бойы энергетик болдым. Советтің несін осы жаққа бір жағдаймен келіп қалдық. Халық жақсы, бұяқтың несі. Шүкір. Военный город істедім, қандай ағаш істедім, сондай көйлек істедік. Сенің есімің? Менің есімім Әділжан болады. Келіншегімнің есімі Ақтолқын. Бірінші десік даттап жатырсың, мынау сенің басыңа айтқаның. Мойнына сала тұр енді басыңа қазақтың төбеті. Саулығын берсін, басына амандығын берсін, екі дүниеге абыройын берсін, өліге иман берсін, тіріге берекет берсін. Келіп атқан наурыз мейрамымыз құт береке алып берсін. Шаңырақтарыңды көтеріп атсыңдар, биік болсын, шаңырағың биік болсын, босағаң берік болсын.